Зейін, кетті. Саламатсыздар ма? Бүгінгі шаруамыздың тақырыбы қауіпсіздік ережесі және ойын техникасы деп аталады. Жалпы сабақтың негізгі түсіндіріп айта кетейін сіздерге тақырып бойынша бізде волейбол бойынша волейбол ойынының техникасы, қауіпсіздік ережесі жалпылама тоқтала кетеміз. Волейбол ойынында сетканың ұзындығы 10 метрден болады. Бұл ойында әрбір алаңда сетканың екі жағында 6-6 ойыншыдан ойнайды. Және де волейбол ойынының алаңының ұзындығы 18-9 метр болып есептелінеді. Бұл жалпы сіздерге осы волейбол ойыны бойынша бүгін түсініп жүру үшін. Ендеше сабағымызды бастайық. Сап, зейін, тектір. Орында, бас. Жеңіл жүріспен жүреміз. Сапты бұзбаймыз. Қазір сапта жаттығулар және шаңғыдан жаттығуларды жасаймыз. Жаттығуларды бастаймыз. Қолымызды көтеріп жоғары көтермейміз. Келесі жаттығу.
Soldan. Bekle. Sağ. Barış bir şey sanamaz. Birinci, İkisi. Barış bir şey sanamaz. birinci, ikisi, Yediler Allah'a. Zil. Bekle. İyi bir şey. Çağatay hocam. Biz de bir sistem olacak. Hayat boyu bilmiyoruz. Barışta okulumuz dedi. Basımızda ondan sonra ötüyoruz. Çatıda olan basayız. Ben yedi. Beş. Dört. Geri şansı olarak yedi. Beş. Dört. Geri şansı olarak yedi. Beş. Dört. Sonra yedi. Beş. Dört. Çatıda yapıyoruz. Geri şansı olacak. Sol kolumuzu 17 kapayarız. Sol kolumuzu çoğarak dikeriz. Aldıra bir, hatta bir de ön alırız. Kolumuzu aynı alırız. C'yi жылдам кетіп басаймыз солға 1 2 3 4 артқа айналамыз 1 2 3 4 келесі қолымызды қосырамыз 1 2 3 4 артқа айналамыз 1 2 3 4 жаттығуды аяқтаймыз. Келесі жаттығуды сол қолымызды береміз, жоғаймыз. Оң қолымызды көтереміз, сол жақтан иіреміз, басаймыз. 1 2 3 4 5 7 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Бұдай айтамыз. Басақ қақталықтан келесі жаттығуды қолымызды келесін бастаймыз. 1 2 келесін қарашылаймыз. 3 4 кейінге сол жақтан бастаймыз. Қолымызды жазамыз. Келесі бастаймыз. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 жаттығуды аяқтаймыз. Келесі жаттығуды аяқтарымызды ашамыз. Қолымызды сылдырып салмай, сол аяқтан бастаймыз. Сол аяқтан ортаға имаммен сол жолда істейміз. Тіземізді бүкпейміз, тұрып санаймыз. Қараңыздар, 1 2 3 4 кейінге тұрамыз. Ешқай қаламыз. Сол аяқтан бастаймыз. 1 2 3 4 1 2 3 4 Бәрі аяқтамыз. 1 2 3 4 1 2 3 4 Жаттығуды аяқтаймыз. Бастап қалып. Келесі жаттығуды аяғымызды созу, аяққа созу жаттығулары. Сол аяқтан бастаймыз. Сол аяқтан бастап қоямыз. Денемізді аяғымызды 1 2 3 4 келесі аяқтан 1 2 3 4 келесі аяқтан бастаймыз. 1 2 3 4 келесі аяқтан 1 2 3 4 жаттығуымыз аяқталды. Бір қатар жасап отырамыз. Зең көтір. Қазір жаттығудан отырып жаттығуын аяқталды. Келесі бізден жаттығулар негізгі бөлімнің сын аяқтармен және тоқтармен жаттығулар болады. Сондықтан қазір бөлінеміз. Екі топқа бөлініп жаттығу жасаймыз. Және де әр сынаққа жасап болғаннан кейін екі топ орын ауысып сол
қайталайсыздар. Қазір тізер, тіктір. Бірінші, екінші санауымыз. Birinci, ikisi, Бірлер алдыға, бір қадам. Оңға. Екілер. Айнал. Тура осылықта. Екілер. Кей жүресіне сіңген аларыз. Бірлер. Жай жүрскен. Бұл жақты сынатында аларыз. Бірінші жақтау контент аламыз. Статалдан аламыз. Орында секіреміз аламыз. Орында секіріп жаттығу. Болған соң қоямыз орнына келесі жаттығу бізде контейнмен. Контейнмен орындалып жаттығу. Келесі жаттығу бізде ауыр доппен. Әр жаттығуды 8 реттен қайталап отырасыздар. 8 рет қайталап отырады. Әр жаттығу. Әр снарядпен 8 реттен қайталап отырады. Осы жаттығуларды орындап болғаннан кейін топпен ауысып, келесі топ келіп істейді. Топпен орын ауысып істейсіздер. Енді жайымыз бар. Қазір жаттығуымызды бастаймыз. Скамейкада жаттығу. Бірінші жаттығу. Бір аяқпен жанымен тұрып, екі аяқпен секіріп. Келесі екінші жаттығу бізде. Бір аяқпен алма кезек ауыстырып арқылы. Үшінші жаттығу. Тіке қарап тұрып, скамейкадан екі аяқпен секіріп жаттығу. Осыларды қайталайсыздар. Бұл жерде скамейкада әр жаттығуды екі ретке қайталап жасайсыздар. Дайынбыз бар, жаттығуымызды бастаймыз ендеше.
болмаса яғни допты бір-бірлеріңізге дұрыс лақтырып беру, допты жерге ұрып беру, сол бойынша жаттығулар істейсіздер. Қазір бірінші снарядтарды орнына қоямыз. Снарядтарды орнына қойып болғаннан кейін қыздар осында қаламыз. Ұлдар келесі жаққа өтеміз. Оңға келесі жаққа өтеміз. Қыздар қалмастар бір-бірлеріңізге қарама-қарсы екі-екі оқушыға тұрасыздар. Әр оқушы доптарды аламыз. Бір-бірден допты қолға ұстаймыз. Қазір бірінші допты бір-бірлеріңізге bir kolмен атырамыз. Қазір бірінші оң қолмен бастаймыз, оң қолдан бастаймыз. Оң қолмен, бір қолмен яғни бір-бірімізге жеткізіп атырамыз. Дайынсыздар ма? Қолдан бастаймыз. Soğuna diye düşünmüştüm.
Қолда иық бөлігінде ұстайсыздар. Қолдың мойнымен допты жерге ұрасыздар. Дайынсыздар ма? Түсініп қолдарыңызға ешіп қолдар тастаймыз. Bir қолмен бірінші бастаймыз, оң қолмен жақсылығы бастаймыз. Оң қолдарына ұстайсыздар. Оң бастаймыз. Қолдарыңды күйеге түсірмейсіз. Қолды иықтан биік ұстайсыздар. Бұл жерде жерге жеңіл болады. Дайынсыздар ма? Қолдарды бастаймыз.
ошончо кетпей керек. Сосын бір-бірлеріңізге тура жеткізіп беріңіздер. Және де үстіне допты алған кезде тікелей ақтырмайсыздар. Не құрғын төбеге аласыздар. Топты биік алсаңыздар, сонда үлгересіздер. Қазір келесі шарттар бізде допты астымен қабылдау. Яғни қолымызды қосамыз, астымен бір-бірімізге жеткізіп бере отырмыз. Дайынсыздар ма? Ақтауды бастаймыз. Допты орнына қоямыз. Осымен біздің негізгі жаттығу аяқталды. Сапта тұрамыз. Қазір оңда бардыңыз. Bir қатарға сапта тұрамыз. Осымен қазір бағалау сәті сабақты жалпы бүгінгі сабақтардың түсінгендеріміз, білгендеріміз және де есте толғанғандай ақпарат бойынша сіздерге сұрақ қоямыз. Сол сұрақтарға кім біледі, олардың сөздерін жауап бересіздер. Жалпы волейбол форма бойынша қанша ойыншы ойнайды алаңда әр команда? 6 баладан Әр командадан 6 баладан ойнайды. Жалпы волейбол алаңының ұзындығы қанша
өлшемді білдіреді. Кім біледі? Кімнің есінде қалды? Бұл сауаттың басында жалпы полигон ойынында доптың салмағы бойынша кім біледі? Қанша грамм, килограмм? Осымен сабағымыз соңына жетті. Сіздерге рахмет. Жақсылап қатысқандарыңызға. Сіздер Петр сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сау